Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін Қазақстанда бай болудың ең оңай тәсілін айтамыз. Өзіңіз де түсінген боларсыз, бұл видео бизнеске арналады. Видеоның соңына дейін көріңіз, Қазақстандағы бизнес схеманы түсініп, оның түрлерімен танысасыз. Және ең бастысы, монополия деген не екенін түсінесіз. Дұрыс қолдана алсаңыз, монополия арқылы ұятсыз бай болуға болады. Яғни қалыпты бәсекелестік, монополиялық бәсекелестік, олигополия және әрине монополистер туралы жеке-жеке түсіндіретін боламыз. Бизнес үш үлкен топқа бөлінеді. Олар өнім өндіру, қызмет көрсету және сатып алып сату. Сіз қандай бизнеспен айналыссаңыз да осы үш топтың біреуіне жататын бизнес болады. Өнім өндірушілер түсінікті, оларға зауыт, фабрикалар, өнім шығарушылар, тіпті ауыл шаруашылық кәсіпкерлері де кіреді. Қызмет көрсету саласына өз қызметін ұсынушы кәсіпкерлер, мысалға шаштараздар, такси қызметі немесе консультация берушілер. Сатып алып сатушылар онсыз да түсінікті. Бизнестің осы үш тобына жататын барлық кәсіпкерлер өз саласында нарықты құрайды. Мысалға ұялы телефондар нарығы, автомобиль нарығы немесе ет нарығы. Бәсекелестік тек бір нарықтағы бизнесмендердің арасында болады. Бәсекелестік бұл бизнестің ең маңызды бөлігі. Бәсекелестік арқылы бизнестің өсу немесе өшу тағдыры шешіледі. Егер нарықтағы бір бизнестің немесе бір бизнесменнің рөлі өте елеусіз болса, ол нарықтағы бағаға әсер ете алмайтын болса және ол бизнесменнің ол нарықтан кетуі ешқандай әсер етпейтін болса, онда ол қалыпты бәсекелестік болып саналады. Мысал ретінде, барлық дүкен сөрелерінде табылатын сағызды айтуға болады. Бір ғана дүкенші бағаны шамадан тыс көтере алмайды, немесе ол дүкенші сағыз сатпай қоюы еліміздегі сағыз бағасына ешқандай да әсер етпейді. Кез келген қалыпты бәсекелестік орныққан жерде коррупция болуы мүмкін емес. Себебі пара ретінде берілген артық ақша да болмайды. Алайда көп жағдайда қалыпты бәсекелестік бұл монополиялық бәсекелестікке айналады. Мысал ретінде, ұялы телефондар нарығын айтсақ болады. Сіз ұялы телефон сатып алуға барғанда, ұялы телефондар бәрі бірдей функционалды қызмет атқарғанымен, олар әртүрлі және бір компанияның өнімін тура сондай етіп басқа компания жасай алмайды. Яғни бір нарықта бәсекелесе отырып, алайда бір-бірінен тауары ерекшеленетін болса, мұндай бәсекелестік монополиялы бәсекелестік болып саналады. Егер бәсекелестікті одан әрі қысқарта түссек, онда олигополия болады. Түсіндірер болсақ, олигополия бәсекелестіктердің саны аз болады, яғни оларға ортақ ұйым болады. Сол ұйым бекітілген бағада өнім сатады. Мысалға, ОПЕК мұнай экспорттаушы елдердің ұйымы бірнеше маркалы мұнай бағасын белгілеп отырады. Тіпті кейбір елдер бұл ұйымға мүше болмаса да, нарықтағы осы ұйым бекіткен бағаға бағынуға мәжбүр. Немесе тек Қазақстандағы олигополияның ең анық түсінікті мысалы ол ұялы байланыс операторларының нарығы. Бұл нарықтағы Kcell және Beeline операторлары негізгі ойыншылар, ал қалғандары олар бекіткен тарифке бағынуға мәжбүр. Бұл системада бәсекелестік жоқ деуге келмейді, алайда әділ бәсекелестік бар деп те айта алмайсыз. Бұл құдды Қазақстандағы жақында ғана болып өткен президент сайлауы сияқты. Осылай айтсақ, түсініктірек болады. Ал енді бизнестің ең қатыгез схемасы ол монополия. Монополия ол бір нарықтағы бір ғана өндіруші немесе қызмет көрсетуші болған жағдайда орын алады. Ол бизнесменді монополист деп атайды. Монополистте бәсекелестік болмағандықтан оның бағасына мемлекет тариф белгілеп, монополистердің тізгінін тартып отырады. Мұндай мемлекеттік қызмет түрін антимонополия қызметі деп атайды. Мысалға, сіздің үйіңізге тоқ жеткізуші қымбат электрокомпаниясы. Сіз бұл компания таңдаған жоқсыз. Егер сізде таңдау болса, сіз әрине арзан электрокомпаниясын таңдар едіңіз. Алайда қала көшелерінде электр сымдарының бәрі қымбат электрокомпаниясына тиесілі. Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да осы компаниядан тоқ аласыз. Мұндай жағдайда қымбат электрокомпаниясы бағаны одан әрі қымбаттатып жібермеу үшін мемлекеттік монополияға қарсы агенттік тариф бағасын бекітіп береді. Монополистер энергетика саласында, су саласында, жылуда және бірнеше салада, мысалға Алматы метросы да монополист болып саналады. Бұл сала жемқорлыққа оңай әрі тиімді сала болып саналады. Артық бекітілген плюс 1 теңге тарифтің арқасында ұятсыз баюға болады. Бірақ егер ақшаның ізін қуып, кәсіпорындарға назар аудармай, қаржы бөлмей қойсаңыз, екібастұздағыдай жағдай орын алуы мүмкін.
Екібастұз қаласына жылу беретін компания өз нарқында монополист болып саналады, яғни оның ешқандай бәсекелесі жоқ. Сол себепті ол тұтынушы үшін күреспейді, қызмет сапасын жақсартуды мүлдем ойламайды. Ал мемлекеттік органдар бұл жағдайды білмеуі мүмкін емес. Олар біле тұра көз жұма қарайды, себебі олардың жеке бас пайдасы үшін бұл тиімді болған шығар. Қарапайым экономика арнасы, көріңіз, тіркеліңіз, пікір жазып қалдырыңыз. Арнамыздағы басқа да қызықты экономикалық видеоларды көріп шықсаңыз болады. Аман сау болыңыз.